Сәлем баршаңызға, бүгін ерекше жеңіл тағам жасаймыз. Осылайша табамызды қыздырып, 4 ас қасық су май, яғни подсолнечное масло құямыз. Ол майымыз қызғаннан кейін 2 кесе күрішімізді жуып, осылайша күрішті табаға салып шығамыз. Газымызды баяулатып, осылайша күріштерді жағып шығамыз және араластырып отырамыз. Күрішіміздің асты қатты күйіп кетпеу керек, сондықтан 2 минутте үзбей осылайынан араластырып отырамыз. Одан кейін 4 жұмыртқаны дайындаймыз. Мен видеода 2 жұмыртқа көрсеттім. Алайда ол бізге аз болып қалды, сондықтан сіздер 4 жұмыртқаның сарысын осылайынан ақуыздан бөлек алып аласыздар. Бізде осындай бір ерекше және қарапайым және өте тез дайындалатын және жеңіл гарнир түрін жасаймыз. Осы жерде 2 кесе күрішке 3 кесе қайнаған су құямыз. Яғни 2 кесе күрішке 3 кесе су кетеді. Суды құйғаннан кейін күрішті судың ішінде араластырамыз және 1 кішкене қасық тұз салуды ұмытпаймыз. Тұз салғаннан кейін осылай бір мәрте араластырып шығамыз. Майымен, суымен күріш араласып, шашыраңқы болып піседі және өте дәмді болады. Баяу отта 8-10 минут арасында күрішіміз қайнау керек. Бұл уақытта дайындаған жұмыртқамызды жаңағы пісіп тұрған күрішіміздің үстіне құйып жібереміз. Бұл уақытта тұздықты дайындап бастаймыз. Тұздыққа бізге бір жуа керек, бір сәбіз керек және қандай үйде көкөніс бар, сондай қоссаңыз болады. Менде баклажан болды. Баклажанның орнына болгар бұрышын қоссаңыз болады. Сонда әдемі подлив, яғни өте дәмді тұздық пайда болады. Достар, осы каналымыздың дамуына сіздерден көмек сұраймын. Сондықтан подписаться кнопкасын басып және поделиться кнопкасы арқылы копировать ссылку деп WhatsApp чаттардан бөліссеңіздер болады. Осылайша ашып жуылған бір түйір сәбізімізді осылай турап шығамыз. Одан кейін ұзынша етіп тураймыз. Тұздығымыздағы көкөністер барлығы ірі және ұзынша болып туралады. Сіздер қандай тұздық, яғни подлив түрлерін білесіздер? Комментарияға жазып кетсеңіздер болады және қолдап лайк бассаңыздар болады. Жалпы тұздықты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үйдегі бар көкөністен жасай берсеңіздер болады. Яғни картошка, сәбіз, капуста, әртүрлі көкөністерден қосып, жуамен табада қуырып, тез дайын болатын 15 минутта, 20 минутта қуырылып және бұқтырылып болатын көкөністерден жасай берсеңіздер болады. Менде көкөністерден табылды, баклажан табылды, сәбіз, жуа, қызанақ болды. Солың барлығын қазір турап дайындаймын. Көріп отырғандарыңыздай күрішіміз 10 минут уақыттың ішінде пісті, яғни жартылай пісті. Сол уақытта жаңағы жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Ақуызын бөлек ыдысқа құйып қоямыз. Ақуыздан бөлек гренки жасасаңыз болады, немесе басқа тағамдарға қосып жіберсеңіз болады. Бұл жерде жұмыртқа өте пайдалы және күрішімізге әдемі рең беріп тұрады. Одан кейін осы жұмыртқаны 4 жұмыртқаның сарысын қосқаннан кейін баяу отта тағы да 7-10 минут қоямыз. Және де жиі араластыруды ұмытпаймыз. Табамызда қайнап жатыр. 2 түйір қызанағымызды жуып алып, осылайша ірі етіп турап шығамыз. Одан кейін керек емес жерлерін алып тастаймыз.
үй жағдайында және де қандай тағы да тамақ түрлерін рецепттерін видеодан көргілеріңіз келеді, комментария қалдырып кетіңіз. Мен комментарияларды оқимын және сіздерге жауап қайтарамын. Сіздермен бөлісіп, басқа да тағам түрлерін осылайша видео рецептке салайық. Көріп тұрғандарыңыздай 2 баклажан жуылып, керек емес жерлерін алып тастадық және ірі бірнеше бөліктерге бөлеміз. Одан кейін осы домалақ пішінді тағы да ұзынша етіп турап шығамыз. Осы баклажанды қалауларыңызға қарай қызыл, сары және жасыл түсті болгар бұрышына ауыстырсаңыздар болады. Немесе қырыққабат және картошкаға өзгертіп подливка жасасаңыздар болады. Егер баклажан кішкене ескірек болса, осылайша жуып, ірі етіп турап, тұздап, суға бөлек салып қойсаңыз болады. Сол кезде керек емес жаңағы артық сулар шығады. Егер баклажаныңыз өте балғын, жаңа ғана алынған болса, онда осылайша сразу турап тастасаңыз болады. Осылайша барлық көкөністерді бөлек-бөлек тарелкаға салып дайындап қоямыз. Өйткені әр көкөністің пісу уақыты әртүрлі. Біреуі 5-ақ минутта қуырылады, кейбіреуі 10-15 минутқа дейін қуырылады. Келесі тауық еті. Тауық еті үйде болса, тауық қанаттарынан жасауға болады, немесе тауық сирақтарынан. Менде бұл жерде тауықтың жаңағы төс еті. Төс етіндегі керек емес сүйектерден тазартамыз және керек емес майлардан тазартып, кожалардан тазартып, осылайша бірнеше бөліктерге ірі-ірі етіп бөліп турап шығамын. Керек емес жерлерін пышақтың көмегімен алып тастаймын. Тауықтың пісу уақыты 30-35 минут. Одан кейін осылайша бәрін дайындап қоямыз. Бұл уақытта бізде гарниріміз 20 минуттың ішінде, общий уақыты 20 минут тұсында пісіп бітті. Енді қазанға подсолнечное масло, яғни су майды құйып, тауық етін және жуамызды турап саламыз. Одан кейін үстіне сәбіз саламыз. Барлығын осы үшеуін бірдей қорамыз. Одан кейін 1 ас қасық тұз саламыз. Қатты отта қатты қыздырамыз және қатты қуырып шығамыз. Араластыруды ұмытпаймыз. Және қара бұрыш салсаңыз болады, және әмбебап переправасын салсаңыз болады, қалауларыңызға қарай. Және орегано тұздығын салсаңыз да болады. Есеп бойынша бұл жерде 2 кішкене қасық қара бұрыш салынды және 1 ас қасық тұз ғана салынды. Одан кейін үстіне баклажан салып, тағы 10 минут қуырып шығамыз және қызанақ салуды ұмытпаймыз. Осыдан кейін барлығын осылай араластырып шығамыз. Қазанымызда барлық көкөніс 20 минутте бұқтырылып шығады. Тамақтың пісу уақыты гарниріміз 20 минутта дайын болады, ал біздің тауық еті көкөністермен бірге 30 минутта дайын болады. Одан кейін ожауымызды крандағы қатты салқын судың астына саламыздағы, осылайша жинап күрішті әдемі бір пішінге келтіреміз, яғни кесенің формасына келтіріп табаға саламыз. Тарелкамызға гарнирімізді салғаннан кейін қасына тұздығымызды салып шығамыз. Қалауларыңызға қарай әртүрлі петрушка немесе укроп немесе аскөк шөптерін осылай салсаңыз болады. Безендірген кезде және кетчуп жақсаңыз болады. Сіздермен болған Смагулова еңлік.
астарыңыз дәмді болсын.